Питакта жатқанымызға уже айдың осының 9-ында келгем. Майма қазір майдың 9-ында келгем, осы Питакқа кіргем стоянкаға. Содан жатырмыз әлі. Осы кабинаның ішінде ұйықтап жатырық. Дәу машина алсаң өмірің өзгереді деп еді. Білмеймін, кейіннің аузында осылай өзгере ме деймін де, мына жүрісті қарасам, қолды қара, май. Мотор жоқ мына. Мотордақ кетті. Әлі өтпей жатырық. Түнде осыған жатамыз. Таңертең машинамыз апчасы іздейміз. Қайттан кешкісін осыған кеп жатамыз. Конкретно шаршап кеттік уже. Құдай енді әрбір қиындықтың артында жеңілдік бар дейді. Құдай қаласа берекесін берер деп отырған. Артында осындай қиналғанымызды ұмытып кететіндей жұмыс істейтін шығармыз деп. Алла амандығын берсе, Алла қаласа. Дәу машина ала қоямыз деп. Ремонттан көз ашпай жатырық па. Газель бұзылған кезде бір аптаның ішінде ремонттап, моторын шашып жинап, айдап кетіп қалатын. Әрі кетсе 10 күн бір. Үлкен машинаны әлі бітіре алмай жатырық. Сондай болып жатыр. Машина алсаңдар, байқап алыңдар. Қарап, мен байқаған күннің өзінде де болайын деп тұрған нәрсе шарын білмейсің ғой. Осындай енді.